Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздермен бірге Мадина Қоңырбекқызы. Әдеттегідей мен сіздермен мұғалімдерге қажетті инсайтпен бөлісейін деп едім. Осы жолы сіздерге presentation.creating.ru сайтымен таныстырғым келеді. Бұл жерде мыңдаған презентацияның шаблондарын ала аласыздар. Мінекей жоғарыда мәзірге өтетін болсаңыздар, мына жерде әртүрлі сала бойынша көптеген дайын презентациялар мен шаблондар бар. Инфографикаға кіретін болсаңыздар, жалпы инфографика дегеніміз қандай? Ол инфографика деп отырғанымыз мінекей соңғы заманауи жаңа форматтағы презентациялар деп біз көбінесе осыларды пайдаланамыз ғой, және іздейміз. Бұндай осы шаблондардың бірін мен сіздерге көрсетейін. Осы жерден өзіңіздің таңдаған үлгіңізді алып жүктеп алғаннан кейін сіз бұны өзіңіз толықтырып анимация беруіңізге болады. Мысалға дайын мына бір шаблонды көрсетейін. Мінекей. Бұнымен қалай жұмыс жасайсыз? Мынау анимацияның бәрін қоясыз мына жерге. Мына жерге қажетті дүниенің барлығын жазасыз өзіңіздің, да? Мысалға мақсаты, одан кейінгі өзектілігі деген сияқты бір жобамен таныстыру болсын. Егер де өзіңіздің бір шығармашылық жұмысыңызды этап бойынша таныстыратын болсаңыз, осындай бір эскизін таңдап аласыз да анимация қоясыз. Мына екінші беттен бастап мынаның барлығына. Мынаның барлығы элемент дейді ғой, элементтерді ауыстыруыңызға да болады. Бұның барлығын жұмыс барысында өзіңіз көресіз. Сосын ең соңында сіз бұған анимация бергеннен кейін бұл сізде рет-ретмен әдемі визуал қалыптастырып, осылай ойнатып тұрады. Осының барлығын осы жаңағы мен көрсеткен неден аласыз. Мен көрсеткен сайттан алуыңызға болады. Мінекей осы жерде тұр. Инфографика деген жалпы осы. Әртүрлі форматтағы түрлі түсті осындай шаблондарды ала аласыз. Мысалға біз шот анализ жасаған кезде мына форматты таңдаймыз ғой. Осының тағы да бірнеше түрлері бар. Мінекей. Осының барлығы қажет болса, осы жерден алсаңыз болады. Әртүрлі секция бойынша 6 секциялы, 8 секциялы деген сияқты мына жерде өте көп диаграммалардың түрлері. Сондықтан осы жерден жүктеп алыңыздар. Сосын PowerPoint-та көптеген жұмыстарды жасауға болады. Мына презентация PowerPoint-қа келетін болсаңыздар, бұл жерде әрбір пәндік бойынша өзінің соған қажетті пән бойынша бөлінген шаблондар PowerPoint-та. Оны да жүктеп алсаңыз болады. Енді ары қарай өзіңіздің оқулықтар бойынша сабақтар әзірлемесі, обзордың барлығына кіріп, өздеріңіз танысып алсаңыздар болады. Мен сіздерді осы сайтта көрсетейін дегенім осы еді. Мысалға информатика бойынша мына дайын шаблондар білім саласына байланысты көрсетіп тұр. Одан кейін осы сайттың бір кереметтілігі, тағы да айтайын деген, мына PowerPoint презентациясында қалай жұмыс жасаймыз, оның функцияларын қалай жұмыс жасауға болады, функцияларымен да, анимацияларды қалай қоюға болады, переходтарды қалай жасауға болады. Осының барлығын жауабын осы жерден таба аласыздар. Айтады ғой, балық берме, қармақ бер дейді. Мінекей қармақ қолдарыңызға ұстаттым. Ары қарай өздеріңіз осы сайтпен танысып, жұмыс жасасаңыздар, көптеген ақпарат ала аласыздар. Сайт орыс тілінде, тегін, сіздердің пайдаларыңызға жарасын. Рахмет назарларыңызға.